Күріш суының пайдасын білесіз бе? Бұл ежелгі Қытай рецепті. Уақытпен тексерілген тән саулығын сақтау мәселесінде басты шара саналатын әдеттегі медицина әдістері пайдасын тигізбеген кезде жасалатын амал деседі. Қытайлықтар күрішті ерекше жақсы көреді. Бұл тағамды көп пайдаланатыны да кездейсоқтық емес. Дұрыс, дайындалған күріште өміріңізді ұзартып, ағзаны қажетті заттармен қамтамасыз етіп отыратын өте пайдалы тағам. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Достар, видеоны таратып, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашыған әрекеттеріңіз бізді шабыттандырады. Күріш жеп отырған кезде асқазаныңыздағы токсиндер сыртқа шығады. Асқазан мен ішек жұмысын ретке келтіреді. Дегенмен, күрішке қарағанда оның суының пайдасы өте мол. Егер бұрын-соңды күріш суының пайдасы туралы естімеген болсаңыз, бұл жазбаны сақтап қойғаныңыз жөн. Ал айтарымыз мынау: мінсіз келбет, күш-қуат, сау тері күріш суын тұтынатын адамдардың серігі. Күріш суы ағзаны көмірсулармен қамтамасыз етіп, асқазан ауруын емдейді, артериялық қысымды ретке келтіреді, оба ауруының алдын алады. Мұнымен қатар, оның косметикалық қасиеті бар. Саңылаулардың аузын бітеп, тері түсін біркелкі етіп, майлылық деңгейін азайтады. Ертеде қазіргідей дайын сусын шықпаған кезде ата-аналар балаларын осы сусынмен тамақтандырған. Бүгінде жиі айтылатын бұрынғының балалары мықты болған деген сөз осындай табиғи сусынның арқасы екені жасырын емес. Ертеректе күріш суының арқасында дисбактериоз, гепатит сынды аурулар өте сирек кездесетін болған. Ол өте қарапайым әдіспен дайындалады. Аз мөлшердегі күрішті суға салып қайнатыңыз. 1 стакан суға 1 ас қасық күріш жеткілікті. Күріш жартылай піскен шақта суының түсі өзгереді. Онымен күніне 2 рет бетіңізді жуыңыз. 1 аптаның ішінде оң нәтижесі байқала бастайды. Ал күрішті суға қайнатып, оған айран құйып ішсе, асқазан ішекті тазартып, ағзаны теріні жасартатын детокс дайын дей беріңіз. 3 немесе 5 күнге созылатын осындай диета ұстансаңыз, жасушалар жаңарып, ағзаға жиналған тұздан айығасыз. Бұл диетаның ерекшелігі: күріш және айран ботқасын қалағаныңызша жей берсеңіз болады. Айтпақшы, күріш қайнаған суды жиірек ішу бауырды суықтандырады. Ішекті 1 ас қасық күріш тазалайды. Бұл ем арқылы ішіңізді шлактар мен улы заттардан тазалайды. Біз ұсынғалы отырған бұл рецепт өз нәтижесін берген, кеңінен қолданыста болатын танымал әдістер. Бұл әдіс арқылы ішегіңізді шлактар мен улы заттардан тазартатыныңызды біліңіз. Күріш дөңгелек пішіндегі күрішті аласыз. Жасыңызға сай мөлшерлейсіз. Мәселен, жасыңыз 25-те болса, онда 25 ас қасық күрішті ыдысқа салыңыз. Салқын сумен жуу керек. Сосын күрішті бататындай етіп қайнатылған салқын су құясыз. Ыдыстың бетін жауып тоңазытқышқа қойыңыз. Таңертең жібіген күріштен 1 ас қасық алып, басқа ыдысқа салыңыз. Үстіне салқын су құйып, газға қоясыз. Баяу отта 5 минут қайнатасыз. Піскен кезде жей беруге болады. Емді күнде таңғы сағат 7:30-да жүргізу керек. Күрішті аш қарынға жейсіз. Сонан соң 3 сағатқа дейін еш нәрсе жеуге болмайды. Ал тоңазытқыштағы суды ауыстыруды ұмытпаңыз. Ескеріңіз, күріш ағзадағы тұзды ғана шығарып қоймайды, сонымен қатар калий элементін де жояды. Сондықтан да күрішпен емделуді бастағаннан-ақ тамақтану мәзіріңізге інжіл, мүйіз, кептірілген өрік, картоп, қалақай мен бал қосылған шайды қосып жүріңіз. Нәтижесінде теріңіз тазарады, әрі түсі оңалады, зат алмасу реттеледі, бауырдың жұмысы жақсарады, буын ауруларынан арыласыз,
денеңіз жеңілдеп, күш-қуатыңыз арта бастайды. Ем болсын, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар, ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.